Қыздар сәлем. Сойылып жатқан соғымдарың шүйгінде болсын. Қыздар, шек пен қарыннан жасалатын кәрістердің тамағы. Керемет бір закусканы білесіңдер ме? Ішінде чеснок, соевый соус, чили, ашты бұрыш бар ғой. Соның бәрінің қосындысынан керемет закуска шығады. Ол үшін не істейміз? Міне, шек қарынды жақсылап тұрып жуамыз. Жуамыздағы оны қазанға салып, кішкене не қосамыз, мынау пияз қосамыз, 2 пияз, 2-3 лавр жапырағын қосамыз. Содан кейін дөңгелек не бар ғой? Қарабұрыш, дөңгелек горошек дейді ғой. Сондай қарабұрыштан 2 шоғын қосамыз, 1 қасық тұз қосамыз. Содан кейін оны жақсылап тұрып, үстіне суды құйып, қатты газға қойып пісіріп аламыз. Ең бірінші алғаш қайнайды ғой, сол кезде мына бетіндегі көбігін аламыздағы, үстіне 1-2 пиязды салып, газдың астын сәл-пәл ақырындатып қойып қоямыз. Өзі бір бабымен піседі. 2 сағат пісе ме, 1,5 сағат пісе ме, ол шек қарынға байланысты. Жас малдікі болса тез піседі, үлкен малдікі болса кішкене ұзақтау піседі. Оны білесіздер ғой. Содан кейін піскеннен кейін оны сүзіп аламыздағы шек қарынды мынандай қылып тураймыз. Оның бір қатып қалған заңы жоқ, ұзын қылып тура, жіңішке қылып тура, тағы бірдеңе деген. Солай тураймыздағы, сосын кейін пиязды тураймыз, міне осылай қайық сияқты қылып, ұзыннан, ортасынан екке бөлеміз да, ұзыннан қайық сияқты қылып тураймыз. Содан кейін чеснок, ашты бұрыш, чили, анау тұрған, мынау сары, бұл не? Балғар бұрышы, кәдімгі балғар бұрышы. Осының бәрін тураймыз. Одан кейін табаға май құямыз. 3-4 қасық майды құямыз. Ол әбден қызсын. Қызғаннан кейін жаңағы чили, ашты бұрыш бар ғой. Соны мен 2-ге 3-ге бөле салдым. Ұсақтап тұрайым десеңіз, ұсақтап тұраңыз, онда тұрған ештеңе жоқ. Ол главный емес қой. Содан кейін мінекей қатты қызып тұрған майға жаңағы қарнымызды, негізі шекті салмай таза қарынның өзінен де істесе болады. Мен шекті де қоса салып жібердім. Мінекей өстіп, қызып тұрған майға салып жібересіз. Содан кейін ол қуырылады. Жан-жағы шет-шеті біраз қызарып қуырылады. Мінекей мынандай болып. Ол қызарып қуырылған кезде жаңағы пиязымызды саламыз, чесногымызды саламыз, тағы кішкене қуырамыз. Өзі қуырылу процесі ары кеткенде бір 3-4 минуттан аспайды. Зато керемет күшті закуска, дәмді закуска. Қыздар, кстати, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Өз ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Хорошо? Мінекей, өстіп қуырамыз. Картошкамен жегенге керемет күшті ғой. Өзі ашты болады, соевый соуспен. Көбінесе бұны еркек адамдар керемет жақсы көреді. Жоқ, әйел адамдар да көп жақсы көреді, бірақ еркек адамдар көп жақсы көреді осыны. Кәрістердің тамағы. Мінекей кішкене қуырылғаннан кейін мынау балғар бұрышы сары. Соны саласыздар. Өте қатты көп қуырып жібермеңіздер, жұмсақ езіліп кетеді да, балғар бұрышы езіліп кетеді. Мінекей қуырылып болған кезде, болдау деген кезде тұз саламыз. Кішкене. Енді соевый соус. Соевый соустан қыздар үлкен қасықпен 2 қасықтан артық құймаңыздар соевый соусты. Ол өте қап-қара болып, сондай сүйкімсіздеу болып кетеді. Кішкене ғана цветін өзгертсін. Соевый соус кішкене қуырылсын. Ары кеткенде соевый соусты бір 10 секундтан артық қуырмаңыздар. Мінекей, болды, дайын. Пожалуйста. Кәдімгі суға піскен картошкамен керемет күшті кетеді. Өзі ашты. Кстати, мынаған зелен қоссаңыздар болады. Кинза қоссаңыздар болады. Менде кинза болмады, сондықтан мен қоса алмадым, қыздар. Қыздар, астаныңыз дәмді болсын. Пока.